Токо есімді жапониялық жігіт Коли тұқымды иттің шынайы көрінер костюмі үшін 2 миллион йен, яғни $15,000 шығындап арнайы тіктірді. Айтуынша бұл сауытты ол ерекше сәттерде ғана киеді екен. Жанында ешкім болмағанда, достар да, ұжымдастар да оның альтер эгосын білмеуі тиіс. Токо оларға ермегі жайлы айтқан емес, себебі өзін біртүрлі деп ойлап қалар деген күдігі бар. Кішкентайымнан жануар болуды аңсайтынмын, ес білгелі ойлайтын осы, деп мойындайды Токо. Бала арманын іске асыру мақсатында ол Колидің костюмін пішуге тапсырыс береді. Алайда кейіпкеріміз бұл жайлы ешкімге тіс жарған жоқ. Қазірдің өзінде құпия сақтайды. Ермегім жайлы ешкім білмесе деймін, әсіресе жұмысымдағы жандар менің итке айналғым келетіндігін білсе біртүрлісің деуі мүмкін. Сол себепті шынайы бейнемді көрсеткім келмейді, дейді ол. Токо өзіне YouTube желісіне ит бейнесінде видеоға түсіртіп жүктейді. Мұнда ол доппен ойнап трюк жасайды. Роликтің вирусты шыққаны сонша, миллиондаған адамдар тамашалап, мыңдаған кісі арнасына жазылыпты. Жазбалардың бірінде Токо камера алдында 4 табандап тұрады. Артқы планда фортепианода орындалған көңілді музыка шырқалуда. Қос мәрте оң аяғын көтеріп, көрермендермен сәлемдессе, артынша сол аяғында ауаға сермейді. Одан соң Токо еденге жатып құйрығын бұлғаңдатады. Келесі видеода әйел кісі доблақтырған сәтте төбетіміз артынан қуа жөнеледі. Жетіп алып, аузына тістеген күйі қожайынына әкеліп береді. Жапон азаматының айтуынша кезіндегі итке айналу арманы жолында дәл осы Коли тұқымын таңдауға сеп болған дүние. Оның қатты шынайы көрінуі және өлшемнің де дәл келуі. Енді Токо іштей жануарға айналғысы келетін жандар оның жолын қуаттап үміттенеді. Тележарнамалар мен фильмдерге костюм тігумен айналысатын жапониялық Zeppet компаниясы бұл сауытты дайындау үшін 40 күн арнапты.